Салаттарға арналған тауық етін маринадтау жолын көрсететін боламын. Видеоны мұқият қараңыздар. Бізге ең алдымен тауықтың төс еті қажет болады. Видеодағыдай қалыңдықта болса, бұны 2-3 бөлікке жұқа 1-2 см көлемінде бөліп дайындап аласыздар. Барлығын бір ыдысқа саласыздар. Осындай жұқалықта болуы қажет. Егер қалың болып қалса, арасы піспей қалуы мүмкін. Тұз және де паприка, сұйық май және чеснокты күштен өткізіп салдым. Кез келген грильге тауық етіне арналған приправа салуға болады. Барлығын жақсылап араластырамыз. Және де қолдың көмегімен араластырсаңыздар да дұрыс. Барлығы приправасы толық араласатын болады. Бетін жауып 1 сағатқа холодильникке қойып қоямыз. 1 сағат өткеннен кейін гриль сковородкамызға аздаған сұйық май құйып, осы тауық етін екі жанын қызарта отырып пісіріп алатын боламыз. Осындай сочный, күшті болып пісіп шығады. Жасап көріңіздер. Мен осы тауық етін цезарь салатына қолдандым. Баршаңызға ас болсын.